Сәлем, менің сүйікті 4-ші сынып оқушыларым. Бүгін бізде жаңа 90, жаңа бөлім, я балалар. 5-ші бөлімді өтетін боламыз, балалар. Бізде 5-ші бөлім hot and cold, ыстық және суық тақырыбында берілген. Олай болса, 68, 69, 70 және 71-ші беттердегі барлық сабақтарды бірге орындайтын боламыз. Сондықтан каналға тіркеліп алуды ұмытпаймыз, балалар. 68-ші беттегі суретке қарайықшы, балалар. Нені көріп тұрмыз? Қыс мезгілін көріп тұрмыз, я? Және астында сұрақ қойған. Did you know? Сен білесің бе дейді? The fastest wind speed ever recorded was on Barrow Island, Australia. It was 408 kilometers an hour. Яғни, ең жылдамдығы қатты соғатын, желдің ұйытқуы қатты соғатын бізде ол Barrow аралында. Австралияда, яғни ол сағатына 408 километр соғады дейді. Желдің ең қатты болатын жер ол бізде Австралияда екен, балалар. Міне осындай қысқаша мәлімет беріп қойыпты. Енді келесі бетке қараймыз. 69-ші бетті ашамыз, балалар, және сол жақтағы тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Weather тақырыбы, яғни weather ол ауа райы. Exercise 1. Look at the picture, answer the questions. Суретке тағы да бір қарап, сұрақтарға жауап бер дейді, я? Бірінші сұрақ. What season is it? Қандай мезгіл? It's winter. Я, жауабы. Екі. What's the weather like? Ауа райы қандай? The weather is cold. Ауа райы суық. Үшінші. What clothes are they wearing? Олар не киіп алған? They are wearing jackets, helmets and gloves. Олар жакет, бастарына киетін қалпақ шлемдері және қолғап, я? Төртінші сұрақ. What holidays are there in this season? Бұл мезгілде қандай мейрамдар бар дейді. New Year and Independent Day. Яғни жаңа жыл мен тәуелсіздік күні бар, я, балалар. Міне, бұл бірінші тапсырманы осылай орындап шығамыз. Келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Бұл жерде ауа райын берілген, ауа райы ағылшынша. Қазір мен оқып шығамын, қазақша аудармасын қасына жазып кетемін, ал сендер менімен бірге қайталап жаттап алыңдар, балалар. Бірінші суретке қараймыз. It's snowing. It is snowing. Қарлы. It is cloudy. It is cloudy. Бұлтты. It's foggy. It's foggy. Тұманды. It's cold. It's cold. Суық. It's sunny. It's sunny, күнді. It's hot. It's hot, ыстық. It's windy. It's windy, желді. It's raining. It's raining, жаңбырлы. Міне, балалар, бұл жаңа сөздер жаттап аламыз. Next, exercise 3. Read and match, then say. Оқы, сәйкестендір және айт дейді. Яғни бұл жерде екі мезгілге байланысты жасалатын іс-әрекеттер берілген. Біз қай мезгіл екенін табу керекпіз. Бірінші көктегі ол summer activity, жаз мезгілінде орындалатын іс-әрекеттер. Екінші winter activity, қыс мезгілінде орындалатын жаттығулар. Бірінші swimming, ол жүзу, summer activity, жаз мезгілінде жазылатын жаттығу, я? Келесі skiing. Skiing ол бізде шаңғы тебу, a winter activity. Surfing. Surfing, a winter activity. Төртінші skating. Skating, a summer activity. Бесінші camping. Camping, a summer activity. Алтыншы snowboarding, a winter activity. Міне осылай үшінші тапсырманы орындап шығамыз. Келесі exercise 4. Бұл жерде ойын түрі берілген, балдар ауызша сыныпта ойнайтын боламыз. Жалпы түсіндіріп өтейін. Мысалға, осы жерде алынған іс-әрекеттердің кез келген түрін сурет салады, я, бір оқушы. Және екінші оқушы сол сұраққа жауап беру керек. Мысалға, мен жай ғана мысалдасып кеттім, балалар. Өздерің өзгеріп жазсаңдар болады. Суретте, мысалда, кітапта What am I doing? Мен не істеп жатырмын? Суретке қарап, You are swimming. It's summer. Сен шомылып жатсың, ол жаз дейді. Тағы да бір мысал. What am I doing? Мен не істеп жатырмын? Мысалға, суретін саласын, шаңғы тепкен, және айтасың. You are skiing. It's winter. Сен шаңғы теуіп жатырсың, ол қыс мезгілі деп. Міне, балалар, төртінші тапсырманы осы. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді 70-ші бетті ашамыз, балалар. Бұл жерде exercise 5. Match the words to the picture, then listen and check. Мына жерде суреттер берілген, және қасында сол суреттерді біз
тауып белгілеп шығу керекпіз әріптерін, иә. Мен қазір тапсырманы қазақшасымен бірге жазып қойдым. Балалар түсінікті болу үшін қазір бірге табамыз. Мысалға, бірінші бізде екен. Бірінші campfire деген ол от, яғни алау, бізде Екінші firewood бізде отын. Ол бізде мен белгіленіп тұр. Келесі. Үшінші row деген арқан. Ол бізде B. Төртінші fishing rod ол қармақ. G әріпімен белгілеп қоямыз. Бесінші first aid kit деген ол аптечка, яғни аптекалық қобдиша. Ол бізде F. Келесі. Алтыншы blanket бізде көрпе, H әріпімен белгіленген. Келесі жетінші D, яғни ол бізде лагерь пеші, Сегізінші cool box, салқын қорап, ол бізде C әріпімен. Және тоғызыншы бізде whistle, ысқырық, J әріпі. Және соңғы 10-шы penknife, ол бізде пышақ. So next exercise 6. Read and define the words. Бұл жерде балалар 10 заттың, яғни төбеде берілген суреттері қарап отырып, 10 заттың анықтамасын жазып қойған. Біз сол анықтаманы оқып отырып, қай зат екенін табу керекпіз. Мысалға, бірінші, you use this when you get hurt. Ауырып қалған кезде қолданатын зат, ол бізде не? First aid kit, аптечка, Екінші, you use this to make a fire. Оны қолданасың, от жаққан кезде қолданасың. Ол бізде firewood, отын, Келесі. You make a sound when you use this. Сен оны қолданған кезде дауыс шығады дейді. Ол бізде whistle, ысқырық. Төртінші, you can get warm near this. Оның қасында сен өзіңді жылы ұстайсың дейді. Ол бізде campfire. Бесінші, you can cook on this. Сен ода тамақ істей аласың дейді. Ол бізде camp stove, пеш, Келесі алтыншы, you can use this to tie something. Ол бізде rope, арқан, Келесі жетінші, you use this when you are cold. Суық болған кезде қолданатын blanket, көрпе. You can use this to cut things. Ол бізде penknife, пышақ, кесу үшін. Тоғызыншы, you can use this to catch fish. Балықты ұстайтын бізде fishing rod, қармақ. Және соңғысы, you can keep your food in this. Ол жерде тағамдарды сақтайсың. Ол бізде cool box, яғни салқын қорап. Міне осылай 6-шы тапсырманы орындап болсақ, 71-ші бетті ашамыз. Бұл жерде бірінші studies болады, яғни ереже берілген. Мысалды оқып шығам. Бірінші, you have to pay £50 a day at the campsite. Яғни сен лагерге барған кезде ол жерде 50 өздерінің ақшалары жазылған, мысалы 50 теңге, 50 паунд төлейсің күніне дейді, төлеу керексің, яғни have to бұл жерде модальды етістік. Жасылмен берілген have to, don't have to, must, mustn't дегеніміз ол ағылшын тілінде модальды етістіктер дегенді білдіреді, Бұл жерде төлеуге міндеттісің дейді, төлейсің. Екінші, you don't have to bring a tent. Сен ол жерде қолшатырды алмасаң да болады. Алмауға да болады, бұл жерде. Кейін, you must have warm clothes. Сен ол жерге жылы киімдерді апару керексің. Қажет ол саған. Must. Керек, қажет деген мағына білдіреді. Және соңғысы, you mustn't drop litter. Қоқысты тастамау керексің, тиістісің, яғни бұл жерде міне жасылмен берілген сөздер жаттап аламыз, балалар. Бұл модальды етістіктер. Енді осы модальды етістіктерді біз астына қойып шығу керекпіз. Exercise 7. Complete the sentences. Use must or mustn't. Сөйлемді осы must немесе mustn't, қажет немесе қажет емес деген сөздерді қою арқылы сақтап қалыңдар білдір. Must қажет, mustn't қажет емес. Осы сөздерді мына жерге 8 сөйлемге қойып шығу керекпіз. Мағынасына қарай мен қойып шықтым. Балалар, сендер соны жазып алсаңдар болады. Біріншісі must. You must come at a campsite. Екінші you must. Үшінші you must. Төртінші you must not. Бесінші you must. Алтыншы must not. Қажет емес, яғни жетінші must қажет. Сегізінші mustn't қажет емес. Мен мағынасына қарай қойып шық.
Енді келесі соңғы тапсырмамыз exercise 8. You want to go camping, talk with a friend and find out about what you have to, don't have to do at the campsite. Бұл ситуациялық жағдай, яғни сен досыңмен бірге лагерьге бара жатсың, иә? Ол жерде досыңмен ақылдасып, нені алу керек, нені алмау керек, соны ақылдасып жазып шығыңдар дейді. Мына жерде мысалға сөздер берілген, яғни қасында X тұрса, сен алмауға тиістісің. Ал былай белгі тұрса, птичка, онда сен алу керексің. Мен қысқаша диалог құрып кеттім. Я, басында өзім мысал берілген, келесі айданы. Do I have to pay? Берік, yes, you have to. Do I have a cook? Айдана, no, you don't have it. Do I have to wash my clothes? Берік, yes, you have to. Do I have to clean around my tent? Айдана, yes, you have to. Do I have to have a campstone? Берік, no, you don't have to. Балар, осылай барлық тапсырмаларды орындап аламыз. Түсініксіз сұрақтар болса, комментарийға жазып кетеміз, жауап беремін. Және ертең тағы да жаңа сабақтар шығады. Каналға тіркеліп алыңдар. Кездескенше сау болыңдар.